барлық адамдардың көкейінде жүрген сұрақтарға жауап. Монетизация процесі қалай өтеді? Яғни қашан, қалай, біз қанша теңге ақша аламыз? Соның барлығын бүгін қадам-қадам ретінде сіздерге айтып беретін боламын. Ең бірінші YouTube канал ашқан кезде бізге, чтобы осы монетизация процесі жүру үшін бізге бір талаптар қойылады. Ол талап сізде 1000 оқырман болу керек және 4000 сағат просмотр болу керек. Назар аударыңыздар, сағат просмотр, яғни 4000 рет адам көрмейді, 4000 сағат көру керек сіздің видеоңызды. Сол кезде сізге YouTube канал монетизациясына жол ашылады. Яғни осы талаптарды орындайсыз. 1000 оқырман және 4000 сағат просмотр. Осы талаптарды орындағаннан кейін сіз двухэтапная аутентификация деген болады. Яғни сіз номеріңізді тіркейсіз, видеорегистрация өтесіз, тағы да бір пункттер бар жасайды, соларды жасайсыз. Содан кейін сіздің каналыңыз YouTube каналына проверкаға жіберіледі. Яғни сіздің YouTube каналыңыз по всем этим YouTube каналының бүкіл закондарына, талаптарына сәйкес ба, видеоңыз, музыкаңыз, соның барлығын тексереді. Яғни YouTube каналында белгілі бір уақыт талаптары бар. Яғни сіз бірден 1000 оқырман жинап 4000 просмотр жинағаннан кейін сразу монетизацияға қосылып кете алмайсыз. Яғни сіз белгілі бір проверкадан өтесіз, ол 1-1,5 ай уақыт алады. Одан кейін, проверкадан кейін өтіп болғаннан кейін сізге хат келеді, одан кейін қайтадан Google AdSense деген приложениені жүктейсіз. Google AdSense бұл реклама, яғни сізге ақша алып келетін приложение. Бұл Google AdSense сіз карточкаңызды жүктейсіз, карточкаңызды тіркейсіз және де өзіңіздің нақты тұрып жатқан адресіңізді тіркейсіз. Себебі Google AdSense соның бәрін толтырып келе жатқан кезде бір пункт болады, 4-значный код жазуыңыз керек болады. Ол код сізге сіздің адресіңіздің почтасына келеді. Код келеді, адресіңіздің, тұрып жатқан адресіңіздің почтасына хат ретінде сол код келеді. Сол кодты аласыз, Google AdSense-ке жазасыз. Сонымен монетизацияңыз қосылды деген сөз. Құттықтаймын. Тағы да сіздерді деп қуантып жібермей қояйын, себебі мысалы біздің 5-10 шақты видео саламыз, бірақ 10 шақты видеоның бір ғана видеосы 50 000 просмотр, 100 000 просмотр болып атып кету мүмкін. Ал қалған видеолары где-то 1000 просмотр, 500 просмотр, 200 просмотр болып қалуы мүмкін. Сіздің рекламаңыз, сіздің монетизацияңыз қай видеоға қосылады? 50-100 000 просмотр жинаған видеоңызға ғана қосылады. Яғни реклама сол видеода ғана болады. Қалған 500-200 000 деген просмотр жинаған видеоларыңызда реклама қосылмайды. Яғни олар без монетизация болады. Яғни сіз бір ғана видеоңыздан рекламадан ақша таба аласыз. Ол дегеніміз, біздің монетизацияға барлық видеоларымыз қосылу үшін біздің барлық видеоларымыз 4000 просмотрдан асу керек. Яғни сіздің әр салған видеоңыз 4000-5000 просмотрдан асу керек. Сол кезде ғана ол видеоларыңыз да монетизацияға қосылады. Барынша түсіндіре алдым деп ойлаймын. Ал енді бізге бұл монетизация қанша ақша береді? Ең төмен ақша беретін ниша ол детский канал. Неге? Себебі ол более не платежеспособный аудитория болып саналады. Яғни ол жақта тек балалар көреді. Балалар сразу алып сатып ала бермейді. Ол жақтағы реклама, көрсетілген рекламаны. Солай емес па? Сол үшін платежеспособності аз болғаннан кейін детский контентте $1-2 ғана. Яғни бір видеодан, әр реклама көрсеткен сайын $1-2 сіз копилкаңызға жинап отырасыз. Ал енді ең көп платежеспособный ниша ол интернет арқылы ақша табу нишасы. Яғни осы YouTube канал болсын, Instagram болсын, инвестиция дейді, трейдинг дейді, Каспи арқылы ақша табу, Wildberries арқылы ақша табу, например. Сол ақша табу и неше түрлі жасанды интеллекттер арқылы ақша табу. Осылардың барлығын біз осылай айтып жатырмын, мен сізге мысалы қазір YouTube туралы. Яғни осы платежеспособный аудитория болып саналады. Сол үшін ең көп ақша осы ниша алып келеді. Яғни именно интернет заработок деп аталады. Интернет ақша табу нишасы $5 жоғары ақша алып келеді. Яғни әр видеоңыз сіздің реклама көрсетілген $5 алып келеді. Демек, ал арасындағы
музыка, басқа да бірнеше түрлі там тамақ жасау деген сияқты нишалар, олар 3, 4, 2, 3 деген сияқты ақша алып келеді, доллар ақша алып келеді. Осыны есте сақтаңыздар. Осылай достар, YouTube каналында монетизация қалай жұмыс жасайды? Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Түсініксіз болса комментарийға жаза кетіңіздер, жауап беремін міндетті түрде. Және де мен астында YouTube канал қалай ашамыз, америкалық YouTube канал қалай ашамыз, айырмашылығы неде барлығын түсіндіріп кеттім. Барлық осы YouTube канал туралы сілтемелер астында. Менде қарасаңыздар 550 ғана подписчик, мен 550 подписчикті бір айда таптым. И осы бір айда мен 550 подписчик таптым, соның барлығын қатам-қатам мен сіздерге айтып келе жатырмын. Және де мен бұл код деген нәрселердің бәрін қайдан білемін? Себебі мен 10 жыл бойы YouTube каналын іздестіріп, осыны бітіп шұқылап жүрген адам ретінде айтып жатырмын. Сол үшін пайдалы болса, лайк басуды ұмытпаңыздар.